Молодежный көмір разрезінде үлкен мереке. Қарағанды облысында көмір өндіретін аса ірі кәсіпорын ұжымы 30 жылдық мерейтойын атап өтті. Осы бір салтанатты оқиға орай концерт ұйымдастырылып, өндіріс озаттарына арнайы дипломдар мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Соңғы 30 жылда молодежный разрезінен 150 миллион тоннаға жуық қара алтын өндіріліпті. Ең тұңғыш өнім 1979 жылы алынды. Ол кезде бұл жерде кішігірім учаске ғана жұмыс істейтін. Мерекелік шараға қатысқан өндіріс ардагерлері сол қиындығы мол уақытта еске алды. Ашық далада ауқымды өндіріс ошағын қалыптастырудың оңай болмағанын атап өтісті. Су жоқ елсіз жатқан ең далада көмір өндіруді бастау қажет болды. Бұл экономикалық арандатушылық. Бұл көмірдің күлі өте көп. Оның қажеті жоқ дегендер де болды. Кімнің пікірі дұрыс екенін өмір төрешінің өзі көрсетті. Бүгінгі таңда молодежный разрезінде жыл сайын 7 миллион тоннаға жуық көмір өндіріледі. Ұжымда 1000-нан астам қызметкер еңбек етеді. Мамандардың болжамынша молодежный разрезінің қойнауында жатқан қара алтынның көлемі шамамен 350 миллион тоннаға жуықтайды. Ендеше қазіргі қуаттылықты сақтағанның өзінде кәсіпорын тағы 50 жыл үзіліссіз жұмыс істемек. Десек те разрез басшылары өндірісті кеңейтіп, дамытуды көздеп отырғандарын жасырмайды. Ферросилик алюминий металлургияда қалпына келтіруші ретінде қолданылады. Біздегі көмір жыныстар арасында осы элемент өте көп кездеседі. Бұл келешегі зор сала. Алдағы уақытта біз осы бағытты дамыту туралы ұсыныс жасамақпыз.